Bizde жігіттер бар, субханалла. Уағыз айтып атсаң, шеке басы тырысады. Осылар тамақ жегізбейді. Себебі оның дүниесі бар қалтасында. Себебі оның астында тағы бар да, мансабы бар. Ағайындар, мына уағыз насихат айтылған кезде сол шеке басы тырысқан адамның Алланы хақ деп саған танытып атқан кезде, Алланың Құр'аны оқылған кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтылған кезде бәрін жиыстырып қой. Ол мансабың да, мыс-мыс ақшаң да ол пайда, ол уақытша нәрсе, ағайындар. Қазақ айтады, шынында шеке басы тырысқанға үш-ақ ауыз сөзбен: өскенді де көргенбіз дейді, бөскенді де көргенбіз дейді. Өсет, бөсіп болған соң өшкенді де көргенбіз дейді. Болғанды да көргенбіз дейді, толғанды да көргенбіз дейді. Болып, толып болған соң солғанды да көргенбіз дейді. Асқанды да көргенбіз дейді, тасқанды да көргенбіз. Асып, тасып болған соң сасқанды да көргенбіз дейді. Болды, бітті міне.